ультрадыбыстық зерттеу нәтижесіне жүкті әйелдің салмағының өте көп болуы және де баланың орналасуының өзгеруі, мысалы жамбеспен жатқан жағдайда не болмаса плацента оған кедергі келтірген жағдайда көру нәтижесі кішкене төмендеу болуы мүмкін. Одан бөлек іште ауа жиналса не тоқшек толып тұрса, ультрадыбыстық зерттеу жүргізу қиынға соғады. Сол үшін ондай тексеруге келген кезде бір күн бұрын орам жапырақ, бұршақтың түрлерін жемеген абзал. Бауыр және өт жолдарын УЗИ-ға түсірген кезде науқастар аш қарынға келу керек. Өйткені олар тамақ ішіп қойса, су ішіп қойса, өт қабы жиырылып қалады. Біз өт қабын қарай алмаймыз. Өйткені оның ішінде тастар болуы мүмкін, полип болуы мүмкін. 12 жыл бұрын акушер-гинеколог маманынан ультрадыбыстық зерттеу дәрігеріне ауысқан Мәншүк Жылқарова науқасқа дәл диагноз қою үшін бастапқы кезде алған білім жеткіліксіз екенін айтады. Өйткені технология дамыған сайын ультрадыбыстық зерттеу құрылғылары да ілгерілеп келеді. Сол үшін маман жыл сайын біліктілігін жетілдіріп, қосымша білім алады. Қазіргі кезде мына ультрадыбыстық аппараттардың мүмкіншілігі өте жоғары. 10 жыл бұрынғы ультрадыбыстық зерттеу аппараттарымен қазіргі аппараттар салыстыруға келмейді. Біз тек қана кітаптан оқыған бас миының ішіндегі кейбір структураларды біз қазір ультрадыбыстық зерттеу арқылы көре аламыз.